Соңғы кездері шаһар көшелерінде қол жайып қар тілеп отыратын адамдар саны артып барады. Оның ішінде 12 мүшесі бүтіні салы да, кәрісі мен жасы да бар. Олай болса, қоғамның бұл адамдарға деген көзқарасын сұрап көрсек. Қоғамда қайыр тілеп отыратын адамдарға деген көзқарасыңыз қандай? Ақша бересіз бе? Қазіргі таңда біздің қоғамда ондай адамдар көбейіп бара жатыр. Кез келген ортада әрине беріп тұрамыз. Ол жағдайға да ол адам өзі қалап түскен жоқ қой. Мүмкін шынымен де қиыншылық болған шығар. Әрине көбісі айтып жатады, олар өтірік жасайды, басқа қылады деген сияқты. Әрине, алған соң әркім бір ала біледі ғой, өз кіміне қалай жұмсайтындарын. Самое главное, көңіліңді бөліп, бір Алланың разылығы үшін деп. Енді қайыр тілеп отыратын адамдар әртүрлі болады ғой. Біреу жарымжан келеді, біреу әртүрлі себептермен отырады. Ал мен мысал үшін кішкене біреулер арақ ішетіндер де болады. Соған қарағанда мен көбінесе енді жарымжан адамдарға беруге болады деп ойлаймын өзім. Әрине ақша берем. Әр адамның өмірі әртүрлі болады. Иә, берем, бірақ жаңағы ол қайыр сұрайтын адамдардың да түрінен белгілі болады ғой, кейбіреулер арақ ішетін болады. Ондайларға мен бермеймін, бірақ действительно жағдайы жоқ нашар адамдарға қайыр беріп тұрамын. Көбіне бере бермеймін, өйткені қазір сенімсіздік көп, өйткені олардың аяқтары, қолдары сау адамдар көбіне қайыр тілеп отырады, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Негізінен жұмыс істеуге қабілет адамдар өйткені ол себебі. Негізінен мешітке барып садақа бергенді жөн санаймын өзім. Ақша берем, тек андай мешіттің жанында отырғандарға, сол. Олардың бірінші түрлеріне қараймын. Егер мысалы кішкентай баламен отырған әйелдер болса, үлкен кісілер ішінде коляскада бір нәрседе отырса, обязательно бермей өтпеймін. Қанша соңғы ақшам болса да, проездім алып қалам, қалғанын берем, обязательно. Өйткені біреулер бар, алады да ақшаңды, сосын барып магазин ішіп тұрады да. Ондай болғанын қаламаймын мен енді. Шынайы қажет па ол кісіге мен беруге тырысамын да. Ну, если в кармане есть там по мелочам, то могу скинуть. А так, если самому надо, то нет. Аяқ-қолы балғада жастарды көргенде Құдай-ау басқа кәсіп құрып қалған ба деп алаймыз. Бірақ көпке топырақ шашудан аулақпыз. Олардың арасына тағдыр тәлкегіне біреудің арбауына ұшырап, осындай жағдайға душар болуының өзіндік бір себептері бар шығар.